Бұл күндер бәрі қарапайым болды, әдеттегідей күн. Және Мария күйеуін жұмысынан келуін күтіп тұр. Күйеуінің алдынан түрлі тамақтар дайындап деген секілді. Ал күйеуі Қалдыбай болса мемлекеттік ғалым болып қызмет атқарады, түрлі дәрі-дәрмектер шығарады, адамдарды емдейтін секілді. Осылай үйге Қалдыбек келіп, Қалдыбек баласын құшақтап сүйеді және әйелінде құшақтайын деп жатқан еді. Әйелі рұқсат бермеді. Қолын жуып келуін сұрап, дастархан басына отырайық деді. Сөйтіп бірге бәрі тамақ жеп, бірге сүйікті сериалдарын көргеннен кейін ұйқыға жатады. Түнгі 2:30-да Мария біреудің жылап жатырған даусын естіп оянып кетеді. Баласы деп ойлаған еді, бірақ баласы ұйықтап жатыр екен. Бірақ қасында Қалдыбек жоқ. Солай Мария күйеуін іздеуге көшеді және Қалдыбекті табады. Қалдыбек қол жуатын бөлмеде отыр екен. Ей Қалдыбек, неғып отырсың мына жерде? Саған не болған өзі? Мария, менің көзім, денем, түрім бәрі өзгеріп бара жатыр. Негізі бұл нәрсе болмау керек еді. Біз бір нәрсені дұрыс жасамаған секілдіміз. Не айтып жатсың? Сен тек дәрі ғана жасамайсың ба? Сен ең ақылды қызметкерсің ғой, не үшін бұлай болып жатыр? Мария, мен саған өтірік айтқан едім. Мен мемлекетке жұмыс жасамаймын. Мен арнайы ауқатты бай адамдарға жұмыс жасаймын. Біз адамдарды құбыжыққа айналдыратын процесс, дәрі дайындап жатырмыз. Бірақ бір жерден қате кетіп, мен де жұқтырып алған секілдімін. Енді не болады? Бұның бір андай емі жоқ па? Емі болу керек еді ғой, міндетті түрде. Сен осында құбыжыққа айналатын болсаң, бұның кері қайтаратын емі бар шығар мүмкін. Емін жасадыңдар ма? Дұрыс айттың, емі бар бұның. Емі бар. Емін жасадық. Менің сейфімде тұр. Сейфімді алып келші бар. Сейфімнің ішін аш, соны алып кел маған тез. Қалдыбек, мынау қару ғой жай ғана. Бұл не вообще? Дәл айттың. Осы қару. Жалғыз ғана емі бұл қару. Қарумен мені өлтір. Сосын бәрі де жақсы болады. Әйтпесе мен құбыжыққа айналсам сендерді жеп қоямын. Мен бәрін білемін, бұл құбыжықтың қандай қабілеттері бар екен білемін. Тез, өте аз уақыт қалды. Тез, өлтір мені. Өлтір мені, өлтір. Енді бағана осы қаладан кету керек, әйтпесе ол адамдар маған тыныштық бермейді. Осы күні өте қарапайым әрі жып-жылы күн болғандықтан Бека, Қабақ Бека, яғни өзенге балық аулауға шығады. Жалғыз өзі пивишін ішіп әдемітіп отқан еді. Бірақ ең жаманы балықтар түспей жатты. Негізі үйіне қайтып бара жатқан еді. Кенеттен қармақты тарта түседі. Тартып жатыр. Керемет балық болса жақсы еді, қарным ашып жатыр. Сөйтіп осындай бір балық шығады. Негізі нән балық, бірақ сыртқы келбеті кішкене бұзылған секілді, өлген балыққа ұқсайды. Бірақ Бека қасына барып жақындаса, балық тірі екен. Бека шошып кетті. Біртүрлі болып қалды әрине. Бірақ Бека бұл судың астында балшық болғаннан кейін ластанып қалған болар деп, бәрі жақсы деп үйіне алып кетеді. Сөйтіп Бека үйіне келіп, балықты қуыра кетеді. Мынау балық керемет екені. Иісі әдемі болып жатыр, қатты жегім келіп жатыр. Не деген керемет десеңші. Қарным керемет ашып тұр еді. Мынау дәмі деген тұзбен әдемі кетеді екен. Кайф. Осылай түн батып, Бека ұйқыға жатады.
Бека түнде су ішуге шығады, және де бір стакан су ішкеннен кейін ол тағы да ішеді. Негізі оның суы қанбай тұр. Неге екенін өзі де түсіне алмады. Бірақ балықтан кейін шынымен де осылай болатын еді. Бірақ ол тағы да ішкісі келіп кетті. Және де ол бір кастрөл суды алады да соны ішіп жібереді. Бірақ Бека тағы да қанбады. Солай ол ваннаға барып, ваннаға су толтырып, соның ішінде жатқысы келді. Яғни не су екенін түсінбеді ол, бірақ суға тартып тұрды. Маған не болды? Ауа жетпей жатыр. Су керек маған. Судың астына жатқым келеді. Не болып кетті маған? Арада 3 күн өтті. Көршілер осы Беканың көрінбей кеткенін полицияларға хабарлайды, және де полициялар үйге келеді, және де осындай сұмдық жағдайды көреді. Бұл Нурик деген сұқит бригадир. Ол бригадир астында, қол астында жұмысшылары бар. Жұмысшыларына бұл ақша беру керек еді, бірақ бұл арамтамақ ақшалардың бәрін өз қалтасына салып жүрді. Себебі жұмысшыларына ақша берсе, мен де өзімде аш қалмайын ба деген сияқты өзінің ашкөздігімен ақшаларды қайда көп уақыт бойы жинай берді. Осылай арада 3 ай өткенде Нурик деген кәдімгідей көтеріліп кетті. Ақшалары көп болып, ақшалары қалтасына сыймағаннан кейін ол су жаңа көлік сатып алады. Кенеттен ол кептеліске тұрып қалады. Кептелісте тұрып жынданып тұрады. Кенеттен бір шал келіп, оның терезесін қаға түседі. Кетші бар, қайыршы, менде ақша жоқ. Ақша болса да бермеймін саған. Жоқ, сенің ақшаң керек емес маған. Менің өзімде ақшам жетеді. Мен саған бір ұсыныспен келіп тұрмын. Мен сенің тілегіңді орындаймын. Тілек? Тілек дейсің ба сені? Кетші бір, деп Нурик күле бастайды. Шал деген осы көліктің ішіне шығады. Сен қалай шықтың мұның ішінен? Мен сенің тілегіңді орындаймын, жай ғана тілекті айт. Давай, тілегіңді айт маған. Мен сенің тілегіңді орындаймын. Жақсы, онда мен 250 елде саяхаттағым келеді. Болды, орындалады. Кеттім мен.